сенің осындай қатты болғанның нәтижесінде бұл салтанат осы қабірде жатыр деп айтады. Сонда баласы әкесіне бұл менің кінәм емес қой, бұл сенің кінәң емес пе деп жауап береді. Неліктен? Мына жаққа келіп өздеріңіздің үстілеріңіздегі киім үлгіге көзім түсіп отыр. Барлықтарыңыз ұлттық нақышта киім киіп алған екенсіздер. Сайыс болады деп дайындалдыңыздар ма, әлде жалпы осылай жүресіздер ме? Тек қана осы сайыстарда немесе наурызда қана киетін емес, негізі қонаққа барған ағайын туыста өзіміз отбасымызда үнемі киіп жүреміз. Тек қана бір ғана түсті емес, әртүрлі үлгіде күнделікті киетін, концертке киетін, қойылымдарға киетін деген сияқты киімдеріміз бөлек-бөлек бар. Мен өзім болған Тоқтар Мұратұлы Жәнібек. Осы Теміртауда тұрамын. Мамандық бойынша КТЖ темір жолында жұмыс істеймін. Мен өзім жалпы білім беретін 4-ші мектепте ағылшын тіл пәні мұғалімімін және де директордың оқусы жөніндегі орынбасармын. Ал отбасыма келетін болсақ, балаларымның барлығы осы озат мамандандырылған мектеп-лицейінде оқиды. Математика, информатика, физика бағыттарында білім алып жатыр. Отбасымызбен ұлттық құндылықты өте қатты жақсы жан тәнімізбен жақсы көреміз. Балаларымыздың барлығын домбырада, қобызда, дәстүрлі ән, айтыс бойынша барлық жан-жақты білімдерін тереңдетіп, өзіміз осыларға үлгі болайық деп үнемі бірге кітап оқып, бірге әнімізді айтып, ұлттық құндылықты дәріптеп жүрген отбасының біріміз. Есімі Мәмәли. Өте ерекше, бірінші рет естіп тұрмын. Қандай мағына береді? Бұл енді біздің атамыз қойған, өзінің атасы. Мен ол атты көп айта бермеймін, себебі бұл кісі атасының атын қойған. Ол атасы өте керемет білімді адам болыпты, бірақ өкінішке орай көп жас жасай алмай қапты, құрғын сүргінге ұшыраған кісі екен. Сол кісінің атын жаңғыртсыншы, сол кісінің көрмей кеткен қызығын артында ұрпақ қалмаса да осы балам көрсін деп қойған еді немересін. Мен өзім Әли деймін, өйткені атын атауға болмайды бізде үлкен аталарымыздың, өзім үнемі Әли деп айтам бұл баламды. Сонда сіз қайын жұрттың атын есіммен атамайсыз? Атамаймыз, иә. Ал енді екінші қызым Нұрсара деп әжесі екеуміз бірлесе отырып қойғамыз. Нұрланып, сарадай болсын деп. Одан кейін қызымыздың аты Раушан, әжесі қойған. Бір дәрігердің атын өзіне ұнаған екен, сол дәрігер керемет, сол кісідей болып дәрігер болып жүрсін, осы қызым деп қойған еді. Құдайға шүкір, қазір дәрігер болам дейді, сабағының бәрі 5. Аман жол рақым жаның қасымын, мен қалған бір атаның ғасырымын. Біреуге жұртта қалған жасығымын, біреуге аспандағы асылымын. Біреуге жұртта қалған жасығымын, біреуге аспандағы асылымын. Үлкен қызымыз Бағлан деп қойған, атасы мен апасы. Бағлан қоздай еркелеп жүре берсін, жаңағы бақ деген бақыт болсын, лаң деген ақша екен Қытайдың кезінде керемет. Бақ болса, ақшасы көп болса, осындай болсын деп қойған енді. Сондай. Кішкентай қызымыз Бегім Сұлу деген Қобыланды батырдың қарындасы бар ғой. Сол Бегім болып жүрсін ортамызда, осы бәріміздің Бегіміміз болсын, сұлуымыз болсын деп Бегім деп әкесі қойған. Отбасы арасындағы ана мен баланың қазір үлкен арасындағы байланыс түзу қазір қоғамда үлкен проблема болғандықтан, осы кітап арқылы ана мен баланың, әке мен баланың арасындағы, бауырлардың арасындағы ынтымақтастық нығаяды деп санаймын. Ал сен отбасының арасындағы байланыстың нығайғанын қалай сездің? Қалай байқадың? Бірімізге сұрақ қойып барысында, бір-бірімізге қарап жымиып күлген кезде, жарысып отқан кезде бір-бірімізбен бірге бірімізге жымиып қарап күлген кезде сезіледі, жүрекке сезіледі. Кішкентай өте
кішкентай бір аз зат ретінде көрінуі мүмкін, бірақ ол жүрекке қонған кезде, көңілге қонған кезде өзіңді шынымен де расымен де бақытты сезінесің. Тамаша, сонда сен отбасыңмен кітап талқылағанда өзіңді бақытты сезінесің. Иә, әрине, неліктен сезінемін. Гауһар Тас шығармасының соңында бізде баласы қайтыс болғаннан кейін, қызының Салтанат қайтыс болғаннан кейін соның кеңесінің алдында отырады, тасының алдында. Сол кезде қайғырып отырады. Сол қайғырып отырған кезіндегі әкесі келеді емес па? Әкесі келіп, балам, бұның барлығы сенің қаттылығының кесірінен осындай халге душар болды. Сенің осындай қатты болғанның нәтижесінде бұл Салтанат осы қабірде жатыр деп айтады. Сонда баласы әкесіне, бұл менің кінәм емес қой, бұл сенің кінәң емес пе деп жауап береді. Неліктен сондай жауап қатты деп ойлайсыңдар, және де бұнымен автор не айтпақшы? Себебі бір кішкентай кезінен бері әкесіне қарап үлгі алды. Әкесі өте қатал, сондай кісі болғандықтан ол әкесі сияқты болғысы келді. Өсе келе әкесі секілді қатал және де сондай бір қатты адам болып өсті, және сол өзінің сезімін, мейірімділігін Салтанатқа көрсете алмай, Салтанат сол өмірден өтіп кетеді. Сонда онда баласы емес, сонда әкесі ең жаман кейіпкер болып тұр ма сонда? Жоқ, ол жерде әкесі не болып тұр ғой? Әкесінің кінәсі тәрбие, бала әкеге қарап өседі ғой. Жоқ, енді әкеге қарап өскен кезде бауыры ондай өспеді ғой, әкесіне қарап басқаша өсті ғой. Енді ол әкесін қатты жақсы. Себебі әр отбасыда әр бала әртүрлі болады ғой. Мысалы, оған қалай бірдей тәрбие бересің әртүрлі болсын, например. Мысалы, әкесі қадағалай білу керек еді. Ол әкесі болды ғой, мысалы Салтанатқа қатал түрде қарап жатқан кезде ыбыш, әкесі болды, тоқтатса болады ғой, өйтіп істеме, кішкене жақсы қара деп. Сондықтан әкесінің де кішкене кінәсі бар бұл жерде. Тек қана әкесінің кінәсі басым деп тұрған жоқпыз. Әкесінің де ыбыштың да кінәсі бар деп тұрмыз. сол сынып кетті. Өзі де атын да бермейтін баласына, тура сол сияқты анау жаңағы баласында да әйеліне атын кізбейді ғой ешкімге. әйелі бір рет атын кетіп қамшымен ұрып ауырып қалады ғой. Сол ойлаймыз. Дұрыс па? Білмеймін, мен ол жерде әркім өзінше көсіледі ғой бұл кітапқа. Кітапта әркім өзінше көсіледі, әркімнің өз шындығы бар кітапта. Сабақ оқып жатқаннан кейін, мүмкіншілік жасалып жатқаннан кейін әкесі мен анасы екеуі жұмыс істеп ақша тауып осылар үшін жүгіріп жүргендіктен біз көп отбасылық қаражатымызды балаларымызға, отбасымызға арнаймыз. Кітап керек болса сатып алып береміз, домбыра керек болса алып береміз. Жаңағы біздің тарапымыздан киім тіктіру өсе тіктіріп береміз. Жаңа міне уақытымызды бөліп, қаншама жұмыстан сұранып дегендей қылып осы балаларымыз үшін келдік. Тіпті жолда тәртіп сақшысы тоқтатып штраф алып келдік, ештеңе етпейді. Енді жол садақамыз болсын деп қайтып келдік енді. Өзім қазақ елінде үлгі тұтар тұлғалар көп деп санаймын, бірақ бірі және бірегейі меніңше ғалым болуға ұмтылғым келеді, және де оның басты бір себепкері өзіміздің Қаныш Сәтбаев атамыздай ғалым болғым келеді. Ол кісі мен үшін үлкен үлгі тұлға. Неге десеңіздер, ол кісі өнер мен білімді ұштастыра білген жандардың бірі және бірегейі деп санаймын. Себебі Қаныш атамыздай өз еліне еңбек сіңіріп, қазіргі заманға дейін оның білімдері мен оның зерттеген заттардың барлығын қазіргі кезде қолданып отырмыз. Оның тауып кеткен кейін байлықтарын қазіргі кезде біздің қазақ еліміздің негізгі экономикалық тірегі болып отыр. Осындай Қаныш секілді тұлғаларымыз мен үшін үлкен тұлға, үлкен үлгі. Олардың еліне деген, жеріне деген пайдасын қалай болса тигізу менде де дәл сондай ынта бар. Ал екінші үлгі тұтатын адамым ол менің атымның қойылуына себепкер болған Мәмәли атамыз мен үшін үлгі тұлға деп санаймын. Себебі ол кісінің жетпеген белестеріне бұл бекерден бекер қойылып отырған жоқ, бекерден бекер қойылған ат емес деп санаймын. Бұл аттың өзі маған үлкен аманат, және де сол аманатты сақтап қалып, болашақта сол кісідей мықты тұлға ретінде болсам, және де сондай адам болуға тырысам да боламын деймін. Ол кісі де мен үшін үлкен үлгі тұлға. Бауыржан атамыз болғанда қазақ елінде Бауыржан момышыл атамен қалып тұр, көрдіңіз ба? Соғысында қызыл соғыстарында көрген талай қарапайымдылықты, шынайылықпен жүрген сол кісіге мен сол кісіні қадір тұтамын. Осы Бағана айтып кеткен, мен ақын қыз деп, сондықтан мен өзім білетін ақындарымды айтқым келеді. Біреу ол Оразалы, ол кісі Нарынқол деген жерде туылған, керемет ақын. Бір айтысында ол кісі менің жасым әлі 30-ға толмағам деп айтқан, және де өмірден 30-ға толмай өтіп кетті. Ол кісі яғни болжап айтқан. Сөздердің бәрі керемет, сөздік қоры, сөз саптауы бәрі керемет. Ол кісінің талай айтыстарын көріп, мен ол кісіге таң қалғам, сондықтан сол кісінің жолын қуғым келеді деп санаймын. Ал егер де өз өңірімізден алатын болсақ,
онда Қарағандыдан шыққан керемет Мақсат Ақановтай біздің ақындарымыз бар. Сол кісілердің жолын қуғым келеді, Дидар Қамидің жолын қуғым келеді деп қалаймын. Тамаша, рахмет. Енді жаңағы кітап бойынша сұрақтарыңызды қойып жатқандарыңызды түсіріп алайық сіздердің. Саяхатқа баратын әдетіміз бар. Балалар демалыста. Енді биылғы жылы біз ойлап отырмыз, балаларды енді Балқаш, Қарағандының күрікті жерлерінің бәрін апардық. Енді биыл жоспарымызда осы Түркістан, Шығыс Қазақстан өңірі, Алматы өңірі тұр. Ал амандығын беріп, бәрі жақсы ойдағыдай болып, аман-есен жазға жетіп жатсақ, балаларымызды Түркістанға апарып, Арыстан бабтың басына, сонымен қатар өздерінің ата-бабаларын туған жері Өскемен, Шығыс Қазақстан, Зайсан тауларына, Зайсан көлдеріне барып, Тарбағатай өңіріне апарып келмекші ойымыз бар. Енді оның бәрін уақыт көрсетеді. Бұл жерде де отбасылық құндылық, туған жерге деген балалардың жаңағы махаббаты оянады. Менің ата-анам, ата-бабам осы жерде өмірге келген екен. Осындай адам дегеннің табиғатпен үйлеседі ғой. Табиғатқа деген көзқарастары жақсарады. Және де жол бойы өз машинамызбен өзіміз бірге барған кезде оның өзі бір керемет. Жаңағы демалып отырып, тамағымызды жеп дегендей. Мысалы, елдер Түркияға, Дубайға барғысы келеді. Сіздерде керісінше алдымен өлкені танытып жоспарда. Оны бізге негізі үлкен ұлымыз бізге солай ұсыныс жасады. Көріп қайтайық, осы қандай жерде дүниеге келді екен деп. Содан кейін мынау жолдасымда да сөйтіп айтады, ол Түркияға барғанша, Дубайға барғанша керемет Қазақстанның жерлері бар емес па, соны аралап алайық деп. Құдайға шүкір, біз бақыттымыз, туған жеріміз осындай кең байтақ Қазақстан деген жерде тұрып жатқанымыз өзі бір бақыт. Бостандықта ешқандай жаңағы шектеу жоқ. Тәуелсіздігіміз бар, шекарамыздың бәрі нық бекітілген. Сонымен қатар біз бақыттымыз, балаларымыздың оқуға, қандай бір жерге түсуге, білімді балалардың ешқандай шектеу жоқ, білім алуға.